Сәлем достар, бүгін күріш дайындаймын түскі асқа. Кішкене ет турап алдым. Бір сәбіз, бір пияз. Табаға май құйып, бәрін жақсылап қуырып аламыз. Қарабұрыш салсаңыздар болады, қалауыңыз бойынша. Әбден қызартып қуырып алғаннан кейін біраз су құямыз. Еті батып тұру керек суға. Етімізді бір 20 минуттай қайнатып аламыз. Одан кейін бір кесе күрішті жудым, 3-4 рет тазалап жуып алдым. Енді жарты сағат етіміз піскеннен кейін күрішті саламыз. Күріштің бетінен су кішкене ғана асып тұру керек. Енді отымызды азайтып, астындағы күрішті бір 25-30 минут пісіріп аламыз. Менің каналымда көптеген тамақтардың рецебі бар. Көптеген салаттардың, торттардың рецептері бар.